Еліміздің алтында әлеуметтік экономикалық тұрғыдан болсын, қоғамдық саяси жағынан болсын сапалы жаңару міндет тұр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлықтау рәсімінде елдегі экономикалық, әлеуметтік, саяси мәселелерді шешу үшін 10 міндетті айқындап берген еді. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының қызметкерлері дөңгелек үстел басында мемлекет дамуын жаңа деңгейге бағыттайтын осы міндеттерді талқылап, алда атқарылар істердің маңыздылығына тоқталды. Жиынға қатысушылардың айтуынша, қазірдің өзінде жаңа институттар құрылып, кадрлық тағайындаулар жүргізілді. Билік пен қоғам арасындағы байланысты арттыруға арналған шараларда қолға алынды. Осының барлығы елдің тұрақты дамуына үлес қоспақ. Әлеуметтік саланы жаңарту керек. Көптеген ұсыныстар, көптеген мынау әкімшіліктер осы халыққа деген жағдай жасау керек деп, осы салаға да мен ойлаймын көп көңіл бөлуіміз керек. Ал енді жалпы біз көп ұлттық мемлекет болғасын бірлік пен достық болу керек. Екіншіден, мынау өзіміздің арманымызға жету үшін 30 елдің, дамыған елдің тізіміне кіру үшін ең бірінші білім болу керек. Екіншіден, халықтың жағдайы көтерілу керек. Үшіншіден, достық пен бірлік болу керек. Сондықтан осы саясатымыз жалғас табады деп ойлаймын.